Отырамыз. Сабақты бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасайық. Өткен тақырып бойынша бірнеше сұрақтар болады. Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер. Жалпы Adobe Photoshop дегеніміз не? Кім жауап береді? Шахиза, да? Суреттерді, мәтіндерді өзгертуге арналған графикалық жаңадан шығарылған сондай бағдарлама. Суреттерді, мәтіндерді өзгертуге арналған графикалық жаңадан шығарылған сондай бағдарлама. Тамаша, отыр. Екінші сұрақ. Adobe Photoshop графикалық редакторының мүмкіндіктері қандай? Кім біледі? Adobe Photoshop графикалық редакторының мүмкіндіктері. Я, Айон, жауап бере ғой. Adobe Photoshop бағдарламасы полигонмен жұмыс істейді. Суретті өзгерту, оған өзгертулер енгізу, оны экспорттау, импорттауға мүмкіндік береді. Тамаша. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. Бізде бағдарламаның қолдану аясы қандай? Қай жерде қолданамыз? Я? Кез келген суреттерді немесе ақпараттарды өзгертіп, жаңадан екі есе етіп өңдеп шығаруға болады. Жаңадан екі есе етіп. Хорошо, тамаша, отыра ғой. Так, ары қарай. Бағдарламаның кемшілігін кім айтады? Бағдарламаның кемшілігі. Кім жауап берді? Ернат? Бағдарламаның кемшілігі пиксельдермен ғана жұмыс істейді. Пиксельдермен ғана жұмыс істейді. Тағы? Қандай кемшіліктері бар? Басқа бағдарламаға қарағанда Анят? Тағы қандай кемшілік бар? тек қана фотомен ғана жұмыс істей аласың, видео болмайды. Болмайды демесің бе? Иә, болмайды. Тағы? Қисықсыздық жасалады және де орбиталық жолмен ғана жұмыс жасай алады. Тамаша. Айва? Аха. Тағы? Тағы қандай кемшілік бар? Тек қана фотомен ғана жұмыс істей аласың, видео болмайды. Болмайды демесің бе? Тағы да? Қисықсыздық жасалады және де орбиталық жолмен ғана жұмыс жасай алады. Тамаша. Айва? Мозаикалық суреттерді оқыған кезде оның сапасы жоғары емес. Хорошо, тамаша. Ары қарай. Бағдарламаның артықшылығы қандай? Кім айтады? Асия? Тамаша. Райра? Графикалық көріністермен жұмыс кезінде сапасы жоғары. Еркебұлан, айта ғой. Жұмыс істегенге қолайлы және ыңғайлы болады. Тамаша, отырыңыз. Тамаша. Рамира? Графикалық көріністермен жұмыс кезінде сапасы жоғары. Сапасы жоғары. Хорошо. Еркебұлан, айта ғой. Жұмыс істегенге қолайлы және ыңғайлы болады. Тамаша, отырыңыздар. Енді бүгінгі сабақта бастамас бұрын тағы да техника қауіпсіздігін еске түсірейік. Бұл жерде сіздерге қазір сұрақтар болады, сол сұрақтарға жауап берейік. Ең бірінші сұрақ. Дербес компьютерден бөгде дыбыс, күйік иіс сезілгенде сіздің әрекетіңіз қандай? Асия? Тоқтарды өшіріп және студенттерге айтып, дыбыс беріп қайта сол тоқтарды өшіріп қайта барлығына қолайлы болу керек және ұстазымға ескерту. Дербес компьютерден бөгде дыбыс, күйік иіс сезілгенде сіздің әрекетіңіз қандай? Асия? Тоқтарды өшіріп және студенттерге айтып, дыбыс беріп қайта сол тоқтарды өшіріп қайта барлығына қолайлы болу керек және ұстазымға ескерту керек. Тамаша. Ары қарай. Келесі сұрақ. Дербес компьютерде жұмыс істеуді бастау алдында қойылатын қауіпсіздік талаптары. Кім айтады?
мұғаліміміз рұқсатынсыз компьютерге қосуға не компьютерге отыруға болмайды. Арнайы дәптерге компьютерде жұмыс істеу уақытын жазу керек. Компьютердің алдында бөгде заттардың болмауын қадағалау керек. Компьютерге суы болумен немесе сумен отыруға болмайды. Және сымдардың шатаспауын қадағалау керек. Тамаша. Так, ары қарай. Келесі сұрақ. Келесі біздің сұрағымыз ол электр тоғымен зақымданғанда көмек көрсету. Қандай көмек көрсетеміз? Кім айтады? Шахизада? Ең алдымен тоқ соққан жерді тазалау керек, содан кейін оны бірінші көмек көрсету керек. Және де ол балаға дәрі-дәрмек беру қажет. Тамаша. Тағы қосатындарың бар ма? Тағы кім айтады? Ахметжан, не істеу керек тағы? Өзім жаңа сезім тұрса, су берсе де болады. Скорость шақыру керек. Тамаша, отыра ғой. Ары қарай кеттік. Келесі сұрағымыз біздің бізде апат жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары. Апат жағдай деген қалай түсінеміз? Яғни жер сілкінуі. Сол кезде біз не істейміз? Тағы кім айтады? Асия? Тағы кім айтады? Шахизада? Әрбір ғимаратта өзінің жер сілкінген кезде тұратын бұрыштар бар. Сол бұрыштарға барып, қауіпсіздік техникасын сақтап тұруымыз қажет. Енді ең соңғы сұрақ бізде дербес компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Қандай? Қауіпсіздік талаптары. Кім айтады? Асия? Дербес компьютерге отырған кезде көз арақашықтығы 70 сантиметр болу керек. Және қолымыз суы болып отыруға қажеті жоқ. Және ноутбуктың алдында тамақ жеуге болмайды. Тамаша, ары қарай. Және дербес компьютер дұрыс қосылды ма немесе қосылмады ма, соны тексеруіміз қажет. Егер сым аяққа оралып қалатын болса, онда балаға да компьютерге де қауіп келеді. Тамаша. Өте айта ғой. Және жұмыс кезінде кабинетке басқа электр қабылдады, жұмыс істеп жатқанда соның тұрудың қажеті жоқ. Компьютердің алдында тұрмауымыз керек, е? Жақсы, тамаша. Отыра ғой. Енді экранға назар аударайықшы. Біз ненің суретін көріп тұрмыз мына жерде? Танымал компанияның суреттері. Но мысалы ары қарай. Тамаша. Яғни бұның барлығы танымал. Солай ма? Хорошо, бұның барлығы бізде ірі компаниялар үшін логотиптері. Солай ғой? Енді бұл жерге қарап отырып, біз қандай мамандықтарды айтуға болады бұл жерде? Мысалы, аспаздық естері, бұл KFC мен Макдональдс. Автокөлік жөндеу слесарі. Хорошо, ары қарай. Тігінші, е? Бұл Луи Виттон мен қайсы? Гуччи. Тамаша, соны компьютер бағдарламалау. Өте тамаша. Яғни бұл суреттерге қарай отырып, бүгінгі біздің тақырыбымыз Adobe Photoshop бағдарламасында логотип жасау. Тақырыпты жазып алыңыздар. Adobe Photoshop бағдарламасында логотип жасау. Яғни бүгінгі мақсатымыз Adobe Photoshop бағдарламасында логотип жасауды үйрену. Так, ары қарай кеттік. Яғни сіздерден күтілетін нәтиже ол не? Ең біріншіден Adobe Photoshop бағдарламасында сауда белгісін жасай алу. Сіздерден күтілетін нәтижелеріміз. Одан кейін сауда белгісін әзірлеуге қойылатын негізгі талаптарды орындайды. Яғни логотип жасаған кезде бізде өзінің берілген нелері болады, талаптары болады, сол талаптарды орындай білуіміз керек. Одан кейін сауда белгісін жасауда өзіндік ерекше идеясы бар. Яғни өздерінің фантазияларını қосасың логотип жасағанда. Түсінікті ме? Хорошо. Жалпы логотип дегеніміз не? Логотип дегеніміз бұл ең алдымен
нарықтағы компанияны анықтауға қызмет етеді. Яғни сіздер жаңа экранда көрдіңіздер ғой, Луи Vuitton'ды көрдіңіздер, Windows'тың логотиптерін көрдіңіздер. Яғни бұл бізде ең бірінші қай компания екенін бірден анықтауға мүмкіндік береді. Одан кейін компания имиджінің ең маңызды элементі болып табылады. Ары қарай логотиптер бір саладағы әртүрлі компаниялардың өнімдерін ерекшелеу үшін пайда болады. Яғни біз логотип жасағанда ол не үшін қандай қызмет атқарады деген мәселенің барлығын сол логотипке қарай білуімізге болады. Ары қарай кеттік. Логотиптің негізгі төрт түрі болады екен. Төрт түрі дегеніміз ол символдық, логотип мәтіндік, әріптік, цифрлық және аралас. Сонымен қатар логотип жаңағы анимация түрінде болады. Анимация деп отқанымыз бір компаниялардың жарнама ретінде, интернетте жарнама ретінде анимациялар болады, немесе ірі компаниялардың дисплейлерінде көрініп тұрады. Түсінікті ма сабақ? Жақсы. Енді сіздерге логотипті қалай жасау керек? Сол бойынша кішігірім түсіндіріп өтемін. Мұқият қарап отырыңыздар. Ең бірінші Photoshop бағдарламасын ашасыздар. Одан кейін файл создать, яғни құру. Бұл жерде 900-де 600 деп өлшемдерін береміз, және 72 дюйм береміз. Одан кейін создать. Мәндерін бергеннен кейін ары қарай мен сендерге бір қарапайым ретінде бір мысал келтірейін. Бұл жерде текст инструментін аламыз, құралын. Қазір интернеттен қойсызды ба? Аласыздар. Одан кейін өзімізге керекті әріпті жазамыз. Мысалға ағылшынша А, Ж деп алайын, яғни алтын ғасыр. Бұны белгілеп алғаннан кейін горизонтальный деп тұрады, тігінен қолданасыздар. Одан кейін мен мысалы эллипс құралын аламын. Артқа қайту батырмасы қандай бізде клавиатурада? Тамаша. Ctrl-Z. Одан кейін жазған, өзіміздің жазған әріптерімізді біз әрі қарай өзгертуге болады. Яғни көлденеңнен, кішкене дугой деп айтылады, сол сияқты өзгертуімізге болады екен. Бұл экранда сіздерге қарапайым логотипті жасаудың үлгісін көрсеттім. Енді сіздер өздеріңіздің логотиптеріңізді жасайсыздар. Қазір сіздерді мен 3 топқа бөлемін. Бөлген кезде қалай бөлеміз? Үшінші тобе. Бірінші топта қай шыққандайсыздар? 2. 2-ні ашайық. Бұл бізде компанияға арналған зергерлік бұйым логотип. Яғни сіздер компанияға 1. Бірінші яшық бұл мейрамхана атауының логотипі. Яғни үлкен ірі ресторандар бар ғой мейрамханалар, соның логотиптерін жасайсыздар. Екінші және үшінші топ. Бірінші топтар қай шыққандайсыздар? 2. 2-ні ашайық. Бұл бізде компанияға арналған зергерлік
бұйым логотип. Яғни сіздер компанияға арналған зергерлік бұйымның логотиптерін жасайсыздар. Түсінікті ма? Келесі. Екінші топ қай жәшік таңдаймыз? Бір. Бірінші жәшік бұл мейрамхана атауының логотипі. Яғни үлкен ірі ресторандар бар ғой мейрамханалар, соның логотиптерін жасайсыздар. Енді үшінші топ бізде киім брендінің атауы. Яғни сіздер Louis Vuitton, Gucci дедік қой, сол сияқты өздерінің фантазиялары бойынша логотип жасайсыздар. Түсінікті ма? Сұрақ? Енді сіздерге қойылатын талап қандай? Сіздерге қойылатын талап, яғни Adobe Photoshop бағдарламасын ашасыздар. Ол жерде құжаттың аймағы 900-600 болу керек. Ұзындығы және ені. Одан кейін оның дюймі 72 болу керек. Одан кейін екінші тапсырма осы сендердің жалпы барлықтардың тақырыптарын алтын ғасыр тақырып. Алтын ғасыр киім брендін жасайсыздар, алтын ғасыр мейрамхана және алтын ғасыр зергерлік бұйымдарды жасайсыздар. Одан кейін жұмыс бойынша ұсыныстар, яғни 3 түс қана қолданасыздар. 3 түстен артық қолданбайсыздар. Одан кейін заливка, градиент деген құралды пайдаланбайсыздар. Түсінікті ме? Үшінші тапсырма ол орындалған жұмыстарыңды, яғни логотипті PDF және PNG форматында сақтайсыздар. Яғни оған логотип деген атау бересіздер. Түсінікті ме? Келістік пе? Енді бұл жерде бағалау критерийі бойынша танысып алыңыздар. Жалпы бірінші, екінші, үшінші тапсырма бойынша өз балдары бар. Яғни бірінші қанша балл жинады? 30 баллдың ішінде. Тапсырмаға сәйкес талаптар орындалды ма? Сол балдарды жазасыздар. Қазір бағалау критерийін таратып беремін және нұсқаулық карта. Тапсырма түсінікті ма? Кімде сұрақ бар? Сұрақ жоқ па? Өз балдары бар, яғни бірінші тапсырманың бірінші несінде 5 балл, қалғандары 10 балдан кетеді. Жалпы сіздерде 100 балл шығу керек. Сол балдарыңызды өздеріңіз бағалайсыздар, қарайсыздар. Оны біз қайда сақтаймыз? Содан кейін кәдімгі жазамыз. Мысалға ағылшынша яғни алтын ғасыр. Бұны белгілеп алғаннан кейін
Аяқтаған сөздер бар ма? Осылай отырмыз ба? Талап бойынша? Бойынша. Бізде енді болған өзім жұмысын қосты. Қолайыз. Енді жұмыс едік. Далтынша. Тамаша. Ссылканы жіберіп қойдым. Иә? Сол бойынша өз нелеріңді жазыңыздар қалған. Келесі бізге айтса ғой. Bunu kararlıyız. Hangi olarak yapıyoruz? Tamam, nerede bu? Bağlarınızı yazınız. Kilit ölçümde kıyıp, alır olmamış. Kilit ölçümde kıyıp olduğunda, ortasına koyup, benim de yazılan gezide kilitler formada uyumdan da bağlı. Және де оның өлшемінде өзгертіп жүрдіңіз. Соларды менде осындай мейрамхананы ойласып шықты. Менде оның ұзындығы ені 906 болды, 20-72 болды. Өте керемет. Келесі кім? Азамат. Yani özellikle bana kadar yüksek sayıda. Yani altması değerli söz var. Şeyi özgürlük. Öncesinde arayalım bakıyoruz. Uzunluğu yeni açıyorsa? Doğru. Sizce çok geniş çıktı. Kadar bir olsun. Nacionalmente, na figura gibi. Bir yazım, kadar yazım ki mesela benim bundan şimdi şey yükler olsun. Evet, хорошо.
Neydi de böyle? Bağımlı. Hala kim oldu? Kim kasa bitirdi? Хорошо, ben bize tamam oldu. Size karabayın. Böyle ki, bunu yapıyoruz. Evet. Kim, brand kim, böyle Aşağı. böyle ortalığı oluruz. Aşağı. Oluruz. Orada alırız. Başını veririz. Size Tamam. Bu olay spektrumda biz kim üzerinden bakıp izleyeceğiz. Tamam. Kiresi. Nasıl? Отдельно. Bir ko'rganda bugün kim bilan tomosha kelasi. Cansaya oldu. Al, bu nedir? Тамаша, өте тамаша, жақсы, осымен аяқтайық, иә, жұмыстарымызды жасамағансыздар, енді өздеріңіз білесіздер, талаптарыңыз қанша екен, қалай екен. Енді сіздерге бекіту тапсырмасы болсын. Яғни, мына жерде сіздер бір-біріне сәйкестендіресіздер. Яғни бұл жерде анықтамасы берілген және сөздер берілген. Тақтаға кім шығады? Кім бір-біріне сәйкестендіру арқылы? Кім шығады? Мысалы, Т дегеніміз бұл не? Текст. Текст. Аха. Қайда екен текст деген? Несі қайда? Анықтамасы. Кім шығады? Тейді дейкі? Айылым? Барлығын башып-башып барлығы бір бөлігін өшіреді. Ол не бізде? Өшіргіш. Өсті тамаша. Ары қарай? Кескінің? Аха, айда ғой.
толтыру үшін сондай-ақ үлгіні толтыру үшін қолданылады. Тамаша. Келесі кім көмектеседі? Шахи? Келе ғой, Елнұр. Тақта ашамыз. Тездетейік. Естілінің масштабын өзгертуге мүмкіндік береді. Тамаша. Ары қарай тағы бар ма? Ары қарай. Жасағандардың кішкене былайша өзіңдер. Тамаша. Ары қарай. Кім көмектеседі? Кескінің фрагментін сол немесе басқа жұпта басқа орындауға тасымалдауға арналған. Бұл не бізде? Тасымалдауға арналған. Штамп өзгеретін болып тұрсыздар ма? Ага, келе ғой. Белгілеймін. Штамп қайсысы бізде? Қайсысы? Бұл бізде бастауы. Қайсыға жатады? Өте тамаша. Ары қарай кеттік. Тағы да кім көмектеседі? Келесі кім бізде? Келесі келе ғой шагизада. Балалар қалды бізде. Қайсысы? Растарлық мәтін объектілерін құру үшін қолданылады. Қайсысы ол осы? Тамаша. Ең соңғысы. Тамаша. Керемет. Отыра ғой. Рахмет. Енді өздеріңіздің балдарыңызды жаздыңыздар ма? Бірінші, екінші, үшінші тапсырма бойынша жазып алайық. Одан кейін бүгінгі сабақ бойынша қандай әсер алдыңыздар? Өздеріңіздің рефлексия, кішігірім нелеріңізді жазсаңыздар, ойларыңызды жазсаңыздар. Барлығымыз смартфондарымызды алайық. Экранда берілген QR кодты сканировать етіп аламыз. Етіп алыңыздар. Және өздеріңіздің бүгінгі сабақ бойынша ойларыңызды жазсаңыздар. Алыстан көрмей жатса, жақындасаңыздар болады. Жаздыңыздар? Өз ойларыңызды рефлексия. Өз ойларыңызды жазсаңыздар. Бұл келіп жақындап сканировать етсең болады. Болды ба? Бағамыз. Экранда берілген QR кодты сканировать етіп аламыз.